Сөйлемеймін, мен саған сөйлемеймін, сыртқа шығып тем более. Все, айналайын, мені қорғайтын заң бар. Бұдан былай маған сөйлеп көш, жап аузыңда, түсінді ма? Іші сөйлеме маған қарап. Қарсы? Жап! Сөйлеме! Не ал? Не? Мұнауың күшейді ғым жерге баттан тұр. Айналайын 17 жыл отандасып ажырасты деген не деген сұмдық өзіміз-ақ шешетін нәрсе. А вот 17 жыл бұрын мені қорғайтын заң болмапты. Мен енді білдім, оказывается. Вот енді қазір сот келеді, тура көзге көк шыбын емелетем, түсіндің ма? Мақыл. Сот кесін, өз ақты ақ деп, қараны қара деп шешіп береді болды. Есілдердің бәрі арақ қой сен. Сот келе жатыр. Сот залында тыныштық сақтаймыз, орнымыздан тұрамыз. Сот келе жатыр. Сәлеметсіздер. Сәлемет. Орындарыңыздан тұрмайсыздар ма? Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сот мәжілісін бастаймыз. Қандай мәселемен келдіңіздер? Мен мына 17 жылдан бері күйеуімнен көрмеге қорлығым жоқ. Нақтысын айтыңызшы. Нақтысын айтатын болсам, мені әбден қинады. Нақтысын, конкретно қандай мәселе? Қандай мәселе? Тақырыбын айтсаңшы, не мәселе? Тақырып ажырасу. Ажырасам деп келген ерлі зайыптыларды барынша ажырастырмауға және барынша татуластыруға тырысамыз. Соны ұмытпаңыздар. Ырзам мен, көрдіңіздер ма? Ең әділ сот біздің Қазақстанда ғой. Ажырастырмайым деп тұрды, ырза болмай кетесің мені. Рахмет сізге, аға. Ағандай көрем. Аға емес. Братан деп ыңғайсыз болып тұрды, айтуға. Братан емес. Сот ханым. Айып етпеңіз. Ажыратамай қала беретіндеріңіз осындай. Мынаны да ұмытып кетіппін ше. Түк өзі көрген жоқ қойшыныз. Сырғаңыз әдемі екен. Рахмет. Сот залында тыныштық сақтаймыз. Сот залында тек шындық айтылады, шындық айтылады, шындық айтылады. Қолдарыңызды мына жерге қойып, ант беріңіздер. Мен бастайын ба? Бастаңыз. Мен Бақытжан Омаров. Азамат. Жоқ, Бақытжан деймін, Бақытжан. Азамат, қолыңызды алсаңызшы. Өзіңіз қой дедіңіз осы жерге. Өзіңізде де бар емес пе? Ой. Миым ашты кішкене. Мен Бақытжан Омаров, шындықты айтуға ант етемін. Арызды кім жазды? Мен жаздым. Азаматша Қалмұрзаева? Иә. Бастаңыз. Мен Азаматша Қалмұрзаева шындықты, тек шындықты айтуға ант етем. Күйеуім маған күн бермей. Көрмегенім жоқ. Әріптеріңіздің соңын созбай қойыңызшы. Кешіріңіз. Жоқ, просто күйеуімді. Мені көрсе жыны қозады. Отырсам опақ, тұрсам сопақ. Жатсам жалбақ десе. Айып етіңіз. Тиіп кетті. Бұлай қарап істемеймін. Опақ, сопақ, жалбақ. Не деген жалбақ тіл мынау? Әдеби тілде сөйлесеңіздерші, әдеби тілде. Иә, кешіріңіз. Жоқ, мен просто жатсам да, неге жатсың сен дейді. Давай, вставай, бегом марш, давай деп мені жүгіртеді. Жүгіртеді? Иә. Күйеуіңіз физрук па не? Не үшін жүгіртесіз? Жаттығу дейді ғой, таңертең. Қатын бер қалсай мен сан. Қатын деген сөзді айтпаймыз. Қатын деген сөзді мүлдем қолданыстан апсаңыз. Айып етіңіз. Не? Қарындас деп айтам ба, не деп айтам, мен түрлі қалды. Келіншек, мен таңертең айтам ғой, жата берме, бір мезгіл шығып, таңертең жүгірші деймін. Өзіңе просто мен іштемем кетпейді, өзің семір бұт дейіп, маңдай болып бегемот боласың ертең күн, шемін.
ойбой. Не көрсететін адам болмай қалды просто. Денсаулығың жақсарады деген ой менікі. Денсаулығың жақсарады деген. денсаулығы нашар ма не? Жоқ. Ауырады ма? Денсаулығыңыз нашар ма? Жоқ, ол мені солай қорлайды. Көрдіңіз ба, қалай қорлайтынын? 131 бап адамды қорлау 1 жыл бас бостандығыңыздан айырады. Жалғастырыңыз. Сіз. Сөйтіп, мен айтам, тұрамайым, айналайын, тұрамайым, қойш десем, бір кезде өз ашулам шығып кетеді. Қайда кететінін білмеймін. Ай, біреуге барып келеді ау сол. Таң атпай қайда жүрсіз? Ай, таңертең тұрып жүгіріп келем деймін, жаттығу жасап кішкене бір. Таңғы 7 айналайын, есігін ашып қойып, мені кім күтіп отыр 7-де? Ондайлар да бар. Мен ондайға жоқпын. Содан бір кезде келеді, қайдан келетінін білмеймін. Келеді да мені көрсе, қайтадан жыны қозады. Сен қатын әлі жатсың ба? Тұрсай табадал түс болды, тамақ бермейсің ба маған деп бір міндетқа бір қол қысып жұмсайды мені. Азамат, сіздің 2 қолыңыз бар, иә? Бақытжан ғой, Бақытжан. Жапшаңыз. Кешіресіздер. Ұрыңыз. Азамат, сіздің 2 қолыңыз бар. Барып жұмыртқаны қайнатып, пісіріп жесеңіз болады. Айналайында онсыз да күніге жұмыртқаны жеп, үйге адам кірамайтын ауа райы болып қалған үйде. 126 бап адамды құлдықта ұстау 3 жыл бас бостандығынан айырады. Мен батау. Мен ажыраспайым деп кебем сотталып кеттім ба, не болып кетті? Сақтаймыз. Жалғастырыңыз. Сөйтіп, осыншама қорлықтарына шыдай алмай, мен қазір нервный болған. Білесіз бе, мен уже нервім көтермейді, мен қазір сәл сөйлесе болдым, деп нерв етемін да. Сөйтіп, күйеуіммен бір енді ұрсайын деп атсам, деп тұрып қаламын, ұрсамай. Эмоцияға берілмейміз. Жоқ, ол нервтан просто да. Сөйтіп, мен қой деп өз-өзім нервім басайын деймін да, сөйтіп темекі тартамын. Сіз темекі тартасыз ба? Жоқ, енді тартам деп тартпаймын ғой. Тартпаймын деп тартасыз ба? Иә. Қандай темекі тартасыз? Білмеймін, бір арзандау темекі, ана өзі әкеп береді. Зато ішінде 21 штук бар дейді да, сол көп. Ұят емес пе? Не деген масқара бұл? Ұят емес пе? Масқара. Айтыңызшы, өзіңіз айтыңыз. Мен де айтам, еркек, әйел адамға мүлдем шегуге болмайды десем, сол. Еркек басыңызбен ұят емес пе? Ұялмайсың ба? Осындай ханшайымға, ханымға арзан темекі әперіп ұят емес пе еркек басыңызбен? Көп емес пе қазір темекілер, түрлі қымбат темекілер, жіңішке, шоколадный даммен, мятасымен еще. Я? Қандай? Дамский наузу. Дамский темекілер бар емес пе? Қырт дейтіні бар. Қандай? Қырт дейді. Иә, басында. Оказывается, мен білмейді екен, оны басында қырт еткізеді екен ғой. Оны мен тартып болғаннан кейін қырт еткізіп тастағам ғой. Со вкусом, оказывается, не знала. Да, капсула же. Вообще не знала. Жмот! Жалғастырыңыз. Сөйтіп, енді нервімді басайын деп атсам, тағы да айқайлайды ғой маған. Бұрқыратпай далаға шығып шекше дейді да мені. Далаға қуып шығады. Далаға қыстың күні не істейсіз? Қыста тұрам сол жаурап. Қараңызшы, Азамат. Далаға шықты, суық, темекісін тұтатты, тартты. Бітті суық ауа кірді, өкпеге суық дейді, туберкулез. Ал соны үйге кіріп, жылы жерде, каминнің түбінде темекін тартса, ондай ауруға шалдықпайды ғой? Иә. Мен қазір уже тамағым ауырады, бронхым бар ше. Да? 108 бап, 1-ші тармақ, адам денсаулығына қасақана зиян келтіргізгеніңіз үшін 1 жыл 2 ай бас бостандығынан. Иә. Тағы да. А еще бұл мені өткенде улап өлтіргісі келді. Қашан? Қалай қашан, өткенде маған самопал коньяк бергенің ше? Самопал коньяк деген бар ма сонда әлі? Тапқан ғой соны. Класстастармен ұйымдастырған, сөйтіп мен бешерге шақырған. Сол жерде бәрі арақ ішті, мен ішпеймін дедім. Айналайындар, мен ішем, виски ішем дедім да. Сіз виски ішесіз ба негізі? Я, ұнатам. Мен де виски ішем ғой негізі. Мен де класстастарыммен бірге отырған кезде, мен күйеуге тимегенмін ғой әлі. Бойдақпын ғой, мен білетті уже бәрі, мен виски ішетінді. Нури, сен вискиңді әкелдік дейді, сальдом, иісінен жаңа кола құяды. Мызда, әдемі, приятно, да, прям достарыңмен отырасың да, білетті, вот, не ішетінді, не ішпейтінді. Джентльмен, вот, класстастарыңыз джентльмен. Иә, молодец да, мен мысалға, вот, ойлаймын да, мен соларға арзан. Хан. Қойшы, әңгімелесіп отырмыз. Сонымен енді... Сот болып жатыр еді ғой, ұмытып кеттік ау деймін, сот болып жатыр еді да жаңа.
Демек сізге самопал коньяк берген да? Бұл виски деп мені алдаған. 108-ші бап бұл жол екінші тармақ тағы да қасақанада денсаулыққа зиян келтіргізген үшін тағы да 1 жыл 2 ай қосамыз. Ай, мені кінәлік қоя бергендер неге ұнады? Ана дүп мас болып шет, мен соттап кетем бұл екірді да? Сіз соған итермеледіңіз. Сіздің кесіріңізден осындай жағдайға Иә. тап болып жатырмыз. Жалғастыра Мен беріңіз. осыншама қорлығына шыдап келдім. Осы уақытқа дейін енді шыдамаймын. Өткенде 16-ға толып бой жетіп отқан қызымызға айқайлап ұрсып, менімен қосып жанын шығар. Қызыңыз 16-ға толған ба? Осы жазда. 16-ға толған азаматшаға сіздің айқайлауға ешқандай құқығыңыз жоқ. Ол қыздың өзінің төл құжаты бар. Жеке тұлға Қазақстан Республикасының азаматшасы. Не қызым ғой енді Айқайлай алмайсыз. Жоқ, ойбай ау, мен әйеліме айғайлай алмасам, қызыма айғайлай алмасам, ол үйде мен не ап жүрмін деп қоям жалбы. Вот мен де соны ойлап тұрмын. Не алып жүрсіз ол үйде? Ай, айналайын 16 жасар бой жетіп отқан қызыма енді айғайламас. Айғайлағанда былай болды, түнгі 12-де келді, бір күні 1-де келді, үндемесем түнгі 3-те келді. Содан кейін ашуланып кеттім ғой енді. Сосын шешесін қасына қойып қойып тұрдым да, ей, қызға 40 үйден тыю. Не деген масқара деп үйді басыма көтерген бар еді бір еді. Болмайтын нәрсе ғой енді оған болған деп. Баптардың бабы 73-ші бап. Дауыс шығарып айқайлағаныңыз үшін 1 жыл 2 ай бас бостандығыңыздан айырыласыз. Түсініңіз, ол қыз түнгі 3-те келсе де сіз айқайлауға ешқандай құқығыңыз жоқ. Ол 4-те келе ме, 5-те келе ме өзі біледі. Өзіңіз нешеде келесіз? Нешеде келеді өз үйге? Ой, 7-те жетіп келеді ғой жұмыстан, тамақты. Не үшін 7-те жетіп келесіз үйге? Жүрмейсіз ба сізде 10-да, 11-де, түнде, 4-5-те, таң ата, болмаса ертесінде әбеттен кейін кешке, бірақ түнде келмейсіз ба, ертесінде түнде? Мен қайда барам, мен баратын жерімде жоқ қой, мен таңертеңге дейін қайда жүре берем мен? Қойыңызшы, баратын жер жоқ деп, сізде Жоқ, мен де адам сенбейтін нәрсе айтпаңызшы. Сенбейтін. Баратын жерім жоқ. Ал. Прям жоқ да, прям. Мүлдем жоқ. Жоқ менде. Серьезно? Серьезно? ЖК дипломатқа келсе. ЖК дипломат. Не ойлайсың? А? Мен сол жерде тұрамын. ЖК дипломат. Жалғастырамыз. Иә. Сөйтіп, менің 9 жасар ұлым бар. Вот соны өткенде айқайлап ұрсып боқтады. Ужас. Ужас. Ол боқтағанда былай болды. Ол 9 жасарға куәлігі жоқ, оны боқтай беруге болады. Кім айтты оны боқтай беруге болады деп? Ол 9 жасар ұлым ғой. Мен ұрысқанда былай болды да, боқта жібердім бір рет. Әйелім айттым, жасы 9-ға келді. Ей, салтымызбен, дәстүрімізбен осы баланы түсіндеттіңші, ағайыннан ұят болды десем, қайдан есі баған білмеймін, бүйтіп айтады. Негізі қазір заң бойынша баланың өзінен барып сұрау керек екен деп қояды. Қаяқтан шығармаған білмеймін айт. Сондай заң бар білесіз ба? Ата-ана құқығынан айырып қаласыз. Қайдан шыққан заң айналайын, ондай әкелеріміз бізден сұраған жоқ қой. Не деп сұрайын мен барып баламнан тұрсам сол. Балам, анау неңнен кішкентай кесіп алсақ бола ма деп сұрайсың ба? Қайтып сұрайсың да? 9 жасар ұлым таңнан кешке дейін телефон қарайды да, тикток деген нелерді көріп жатады. Мен әкесі болғаннан кейін ашуланып кеттім де барып жағасынан ұстап, ей, еркек құсап жүрсе әкеңнің аузын. Тоқтай тұрыңыз. 109-ші бап 1-ші тармақ. Баланы сілкілеп жұлғылағаныңыз үшін, боқтағаныңыз үшін 1 жыл 8 ай бас бостандығыңыздан айырыласыз. Және сонымен қатар миллион теңге айыппұл төлейсіз. Айыппұлды кімге төлеймін оны? Кімді боқтадыңыз? Баламның әкесін боқтадым ғой. Балаңыздың әкесі кім? Мен ғой. Өзіңізге төлейсіз. Банкке барасыз, иініңізді айтасыз, миллион теңге төлейсіз, квитанциясын маған әкеп бересіз. Мен өзім боқтадым ғой. Мақұл, өзімді өзім кешірдім десем болмай ма сонда? Ешқандай кешіре алмайсыз. Азамат, сіз дұрыс түсініңіз. Ол баланың ойымен сіз келісуіңіз керек. Мүмкін ол сіздің ойыңызбен келіспеуі мүмкін. Мүмкін ол сіз айтып тұрғанда дүниені жасағысы келмеуі де мүмкін. Мүмкін ол ұл бала емес, қыз бала болғысы келуі мүмкін. Түсінесіз бе? Астағфиралла. Ей, не айтып тұрсың? Қыз бала болғысы келетін шығар деген қайдан шығарып тұрған заңың ол? Сондай заң бар. Қаяқтан шыққан заң ол? Сондай шет жақтардан, батыс жақтардан келген заң бар бізде. Ей, соттасаң, сотта жібер, мен саған айтайын. Шетелден келген заңдарыңды біздің қазаққа әкеп пехат ете берме сен. Ей, пехат ете берме. Ол бұғандар десең. Ей, заңды шығарсаң салтымызға, ұлтымызға,
дінімізге, ділімізге қарап шығарсаңдаршы, заңды шығарсаңдар, Мен бағана мына жақтан келе жатқанда еркек па деп қуанып едім. Еркек емес, қатын болып шықтың сен. Соттасаң сотта жібер. Еркектердің қасына барып демалып қайтайын. Бүйткен өміріңнің... Тоқтай. Миллион теңге төлейсіз ба? Жоқ, мен. Онда ойланыңыз. Жоқ, басқа нәрсе айтайын деп тұрғам мен. Бүйткен өміріңнің шипасын берсін деп айтайын деп тұрғам. 411-ші бап сотқа қарап айқайлап жала жапқаныңыз үшін тағы да 1 жыл 2 ай бас бостандығыңыздан айырыласыз. Тағы көйіп кетті ғой. Барлығы қанша болды, миымыз ашып кетті ғой. Калькуляторға салып есептеңізші, не болып кетті? Жалпы есептегенде 8 жыл 8 ай болып тұр бәрі. Бірақ сіздің ұл қыздарыңыздың барын ескере отырып, бұрын соңды сотталмағаныңызды ескере отырып, 2 жыл 2 ай 22 күн береміз. Үй қамаққа алынасыз. Үй қамағы не сәй, ананың қолы үйге апарып қамақ қоймақсың ба мен үйге? Үй қамаққа, біздің үйге. Сондай заң бар қазір. Сот өзінің сотталушысын жазалайды өзі. Ой? Сіз уайымдамаңыз. Күйеуіңіз 2 жылда білесіз бе, қандай әдем болып шығады, қыздай шығады. Жақында ғана осы бір 3 жылдай бір жігіт отырып шықты біздің үйде. Прям ырза болып кетті, әдем болып кетті, жақсы. Кетерінде даже қимай кетті. Тағы 1 жыл отырсам болады ма деп қояды. Мен айтамын, заңға қарсы тұра алмаймын деймін да мен. Түрме жаққанда. Жаққан. Сол секілді бұл кісінде 2 жыл жазалаймыз. Қача мен енді күндіз жұмыстамын көбінесе. Мен түнде жазалаймын. Оңбаған. Түс алды ма? Тұра тұрыңыз, ханым апай, мен түсінбей қалдым, сонда сіз менің күйеуімді өзіңіздің үйіңізге алып... Я, ешқандай уайымдамаңыз. Арнайы сондай бөлме бар, сыртында құлыптарымен, ішінде жазалайтын түрі бар. Ешқандай уайымдамаңыз. Ана спальниге дейін. Тұра тұрыңыз, мен күйеуіме передача апарсам бола ма? Строгий режим. Қатал деп тұр ғой, қатал дейді. Тұра тұрыңызшы, ханым апай. Сотталған адамға той шығып шығат әп сен. Ай, немене, сотталады екенсіз, Тұра тұр, әлі сот біткен жоқ. Мен қоя тұр, айналайын. Ойбай, қарасайшы, мен сотқанын шығарған үкіміне мен раз емеспін. Мен апелляцияға берем. Қабылданды. Да? Қабылданды ма? Вот, апелляцияға берем да, сөйтем да азына тұрып жүгірем. Үй жан, айтпасам, мына сияқты қабақ деп өп кетсем, сосын саған тамақ берем, жөнім. Жаңа келгенше айқайлап бақырып келген қатын сен емес па? Ұстама мені. Тағы да осындай мінез көрсететін болсаң, тұрған жеріне сотталам да кетем қазір. Ұстама мені. Осы ұстама мені. Айттым ғой, ажырастырмаймыз деп. Ханымдар, байларыңа еге болыңдар. Байларыңды бағалаңдар, әйтпесе үй қамаққа алып кетемін. Hit that jack, put it in pocket like it's back, going downtown.